Баршаңызға ассалаумағалейкум. Лукашенконың жеке дәрігері қамауға алынды. Бұл туралы Лукашенконың өзі денсаулық сақтау министрі Дмитрий Пиневич, бас прокурор Андрей Швед және КГБ төрағасы Иван Тертенмен кездесу барысында мәлімдеді. Белта агенттігінің хабарлауынша, Лукашенко медицина саласындағы сыбайлас жемқорлық мәселелері туралы айта отырып, кез келген соғыстың негізі әділетсіздік, ал әділетсіздік негізі жемқорлық деп атап өтті. Лукашенконың айтуынша, лауазымға тағайындалған кезде, ол барлық шенеуніктерге сыбайлас жемқорлыққа жол бермеу туралы айтады екен. Соған қарамастан, Беларусь басшысы тіпті денсаулық сақтау сияқты әлеуметтік және маңызы бар салада да сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңның айыпталушылары әлі де бар екенін атап өтті. Кейін ол 35 ортопед травматолог пен оның жеке дәрігерінің ұсталғандығын мәлімдеді. Мен бұл операцияның барысын жақсы білемін, мен оны бақылап отырдым. Ол бүгінде кешеде басталған жоқ, деді Лукашенко. Біз әлемде және Қазақстан жаңалықтар жайында шындықты айтамыз. Лайк, коммент арқылы көмектесіңіз. Жазылуды ұмытпаңыз. Бұл арна үшін сіздерден ең үлкен көмек.